ораза тұтуға жағдай жоқ адамдарды айтып берейін. Біріншіден, бала көтерген әйелдер, баланы босанған нифас әйелдер, айлық қонағы кеп жүрген хайыз әйелдер, асқазаны мүлде ауырып қалған, енді оразаға жарамайтындар, қан қысымы көтеріліп, немесе жаңағы былайша айтқанда инвалидтер, немесе қатты бір ауруға душар болғандар ораза тұтуға. Тек сондай адамдар ғана ораза тұта алмайды. Енді мақұл, жанына қосайық. Арнайы бір шекарада, немесе сондай бір қатты үлкен бір қызметінде тұрып ораза тұта алмауы мүмкін. Жол сапарда жүрген адамдар бар. Сондай адамдар белгілі бір жағдайменен, қиыншылықпен ғана ораза тұта алмайды. Қалған бос жүрген адам ораза тұтуы мұсылманшылық болады. Ораза тұтпауы ол мұсылманшылығына қарсы